Иран және ақш-тың теке тіресі алысқа ұзап бара жатыр. Иран кеше күні Катар мемлекетіндегі ақш-тың әскери нысандарына соққы жасаған дейді. Білмеймін, бұл да енді қаншалықты алысқа баратын. Одан бөлек Израильге де шабуыл жасаған. Израильде Тегеранның астанасына соққы жасап жатыр. Ошым халық, ана жақ Израильдің халқы жаппай Кипрге қашып жатса, олардың одақтасы ретінде мына жақтан Иранның халқы басқа елдерге бас сауғалап қаладан кетіп жатыр. Мінекей. Демек көші-қон қашқындардың қатары одан сайын өседі деген сөз ғой. Мен жұмыссыздық Орта Азияға да кеп тіреліп, ертең Қазақстан аумағына дейін де бұлар кіретін болады. Былық болып жатыр. Бұл былықты түбінде ауғандар да пайдалана ма деп отырмын. Бұлар бір ғана бұйрықты күтіп отыр Тәжіктің шекарасына кіру үшін. Құдайым сақтасын, не болып кетті. Мінекей, осындай заманда өмір сүріп жатырмыз. Негізі көп адам ойлады, Трамп келіп жақсы қылама деп, соғысты расымен қояма деп. Мен де сөйтіп ойлағам. Дегенмен шалдың аты шал екен ғой. Қандай мемлекетте шал басқаса, сол мемлекет бәрібір қуып кетеді екен. Шалдың енді ақыл есі түбінде бәрібір кететіні рас. Сондықтан білмеймін, жүйеге шалдарды президент қылып қоймау керек деп ойлаймын. Рахмет.